Бұл тапсырманы орындау барысында қосынды мен айырымды көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданамыз. Бірінші, синус 105 градус алынған синус 75 градус тең болады 2 синус альфаның орнына 105-ті қоямыз, бетаның орнына 75 градусты қоямыз. Бөлімде 2 көбейтілген косинус 105 градус қосылған 75 градус бөлінген 2 тең 2 синус 105-тен 75-ті алсақ 30, 12-ке бөлеміз 30 градус, 12-ке бөлеміз косинус 105 пен 75-ті қоссақ 180 градус бөлінген 2 тең 2 синус 15 градус, 32-ке бөлгенде 15 шықты, косинус 90 градус. Бұл жерде косинус 90 градус 0-ге тең болғандықтан есебіміздің жауабы 0 болады. Екінші есепте формулаға қоятын болсақ, минус 2 синус альфа плюс бета. Альфаның орнында пи бөлінген 4 алынған бета қосылған бетаның орнында пи бөлінген 4 қосылған бета бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бета пи бөлінген 4 алынған бета алу пи бөлінген 4 минус бета. Жақшаны ашқанда минус болып кетеді. Бөлінген 2 тең минус 2 синус бета мен бета қысқарып кетеді. Пи бөлінген 4 мен пи бөлінген 4 қоссақ 2 пи бөлінген 4, 2 мен 4 қысқарып кетеді де, пи бөлінген 2 қалады. Ол мына 2-ге бөлінетін болса, бұл жақтан пи бөлінген 4 шығады. Синус мына жерде пи бөлінген 4 пен пи бөлінген 4 қысқарып кетеді. Минус 2 бета, ол 2 мен 2 жойылып кетеді. Минус 2 бета. Ол алдындағы минуспен плюс болып кетеді. Синус бета шығады. Енді 2 көбейтілген пи бөлінген синус пи бөлінген 4-те түбірасы 2 бөлінген 2-ге тең. Көбейтеміз. Синус бета ол бізде 1-ге тең. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді де, түбірасы 2-нің өзі қалады. Үшінші есепте теңдікті дәлелдейміз. Синус 3 альфа мен синус 5 альфаның орнына ауыстырамыз. Дәл сол сияқты косинус 3 альфа мен косинус 5 альфаның орнына ауыстырамыз. Қосылғыштың орнына ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Ал енді жазайық. Синус альфа қосылған синус 5 альфа қосылған синус 3 альфа. Дәл сол сияқты бөлімінде жазатын болсақ, косинус альфа қосылған косинус 5 альфа қосылған косинус 3 альфа. Енді синус альфа мен синус 5 альфа дәл сол сияқты косинус альфа мен косинус 5 альфаны қосынды мен айырымды көбейтіндіге түрлендіру формуласы бойынша жазатын болсақ, мұнда 2 синус альфа плюс бета, яғни альфа плюс 5 альфа бөлінген 2 косинус альфа минус бета. Альфаның орнында бізде альфа тұр, бетаның орнында 5 альфа тұр. Бөлінген 2 деп, мынау плюс синус 3 альфаны қасына жазып қоямыз. Енді бөлшектің бөліміне келетін болсақ, 2 косинус альфа плюс бета, бетаның орнында бізде 5 альфа тұр. Бөлінген 2 косинус альфа минус бета бөлінген 2 плюс косинус 3 альфаны жазамыз. Тең деп енді ықшамдайтын болсақ, бөлшектің алымында 2 синус альфа мен 5 альфаны қосақ 6 альфа, 12-ге бөлетін болсақ 3 альфа, косинус альфадан 5 альфаны алсақ минус 4 альфа, 4-ті 2-ге бөлсек минус 2 альфа. Косинус жүк функция болғандықтан косинус 2 альфа деп жазылады. Плюс сол сияқты 3 альфа косинус 2 альфа плюс косинус 3 альфа шығады. Енді ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып тастайтын болсақ, бөлшектің алымында синус 3 альфа жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде 2 косинус 2 альфа қосылған 1. Бөлшектің бөлімінде косинус 3 альфа жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде 2 косинус 2 альфа қосылған 1.
бөлшектің алымында да бөлімінде де жақшаның іші қысқарып кетеді де синус 3 альфаның косинус 3 альфаға қатынасы ол бізде тангенс 3 альфаны береді. Яғни біз дәлелдедік.